Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бет күтіміне арналған оңай және тез жасалынатын масканың түрімен бөлісетін боламын. Бұл маска біздің көзіміздің айналасындағы, қабағымыздағы мимикалық әжімнен құтылуына және оның әрмен қарай көбейіп кетпеуіне жол бермейді. Егер де сізге осындай тағы да басқа пайдалы ақпарат қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде сіз менен тағы да басқа пайдалы видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, арасында мен пайдалы лайфхактармен бөлісіп отырамын. Ал біздің маскамызға кірісейік, не қажет және оның қандай пайдасы барын анығырақ айтып өтемін. Негізі бет күтімі жыл мезгіліне бөлінеді. Әр жыл мезгілінің өзіндік күтімі бар. Қазіргі таңда күн жылы жаз келгендіктен бетімізді күн көзінен қорғауымыз қажет. Яғни өте қатты күн болған кезде дүкендегі дайын SPF-терді жағып, және де мимикалық әжімдердің пайда болмауына арнайы кремдерді, ылғалдандырғыш кремдерді жағып жуымыз қажет. Одан бөлек үй жағдайында міндетті түрде маска жасасаңыздар, қара дақтарыңыз көбеймей және жаңағы майда әжімдеріңіздің ұлғаймауына жақсы септігін тигізетін болады. Жаңағы біздің SPF күн көзінен өте жақсы қорғайды. Соған ұқсас көкөністер мен жемістің құрамында да сондай дәрумендерге өте мол, бай біздің бір жемістің түрі бар. Ол бізде қарапайым алма. Негізі алманың құрамында дәрумендер мен минералдар өте көп және де темірге бай. Яғни сіз қатты ыстық кезінде, жаз мезгілінде алманың өзінен маска жасап жүретін болсаңыз, SPF секілді сізге жақсы көмектесетін болады. Және де алманың дәрумендерінің көптігі соншалықты ол бетті ылғалдандыруға, нәрлендіруге және де табиғи өзінің түсін сақтап тұруға жақсы септігін тигізеді. Ал алмаға егер де сіз жүгері крахмалын қосатын болсаңыз, онда қара дақтарыңыздың арғарай жаздың күні үлкейіп, қарайланып кетпеуіне жақсы көмегін тигізеді. Сол себепті біз бүгін осы екі ингредиенттен тұратын бетке өте пайдалы және де жасалу жолы өте оңай масканы жасаймыз. Ал енді маскамызға кірісейік, ең алдымен алманы жақсылап жуып, қабығын тазалап және ішіндегі дәндерін тазалаймыз. Негізі алманың беттен бөлек қолға да жағуға болады. Алма жаңағы мимикалық кішкентай әжімдерді кетіруіне көмектеседі, ал ол әжімдер біздің қолымызда да бар. Сол себепті осы масканы жасаған кезде қолыңызға да жағып қойыңыз, жақсы әсерін тигізеді. Және де біздің дайын болған маскамызды тоңазытқышта біткенге дейін сақтауға болады. Сол үшін мен қазір соңында сізге көрсетемін. Арнайы қақпағы бар банкаларды алсаңыздар болады. Ол Zeta дүкенінде қымбат емес, 400-500 теңге шамасында тұрады. Бізге бір алма жеткілікті. Ал енді қабығын ашып дайындап алған алмамызды өткізгіштен жақсылап майда көзінен өткізіп аламыз. Мен уже бастап кеттім. Алмамызды өткізгіштен өткізіп болғаннан кейін енді осындай сеткадан суын шығарып алуымыз қажет. Алманың шырын дайындап алдық. Енді біз жаңағы жүгері крахмалынан бір ас қасық қосуымыз қажет. Жақсылап араластырып, осы дайын болған шырынды кәдімгі қазанда, кішкентай сковородкада болсын, өзіңізге ыңғайлы ыдыста қайнатамыз. 5-7 минут араластырып тұрып қайнататын болсаңыз, отта біздің массамыз қоюланып, кремге айналады. Ал
біздің маскамыз дайын. Енді осыны арнайы тоңазытқышта ұстауға болатын осындай шыны ыдысқа салып аламыз. Қақпағы бар, міндетті түрде иістеніп кетпеу үшін. Осындай ыңғайлы банкаларды мен Зетта дүкен желісінде шамамен әр мөлшеріне қарай 400, 500, 600 теңгеге алдым. Осыған салып сақтаймыз. Ал енді алма мен крахмалдан жасалған маскамызды өзімізге ыңғайлы щеткамен не болмаса мақтамен бетімізге жағып шығамыз. Алдын ала бетіміз жақсы жуылып, тазартып алу қажет. Бетімізге 15-20 минут ұстаймыз және жылы сумен жуып жіберіп, артынан өзіміздің күнделікті пайдаланып жүрген крем не болмаса майымызды жағып қоямыз. Ал сіздерге қыздар көмегі тисін, сәттілік әрдайым жас және әдемі болып жүріңіздер.